Бүгін сондай білім күні, биылғы жаңа оқу жылында орта мектептерде 3 миллионнан астам оқушы білім алады. Елдегі эпидахуалға байланысты оның басым бөлігі, яғни 2 миллион 600 мыңдай бала әзірге қашықтан білім алады. Ал бастауыш сыныптардың 530 мыңдай оқушысы кезекші топтарға барып сабақты бастап та кетті. Оларды оқыту қалай жүргізіледі, санитарлық талаптар қатаң ба? Бұны алматылық әріптесім Нұрхан Нұрланұлынан білейік. Ол қазір қаладағы білім ошақтарының бірінен тікелей эфирге шығып тұр. Нұрхан, қайырлы күн. Пандемия уақытындағы білім күні мектептері де қалай басталып жатыр? Рахмет Шерхан, қайырлы күн, құрметті көрермен. Биыл жаңа оқу жылында бірінші сыныпқа 352 мыңнан астам оқушы қабылданды. Бастауыш сыныптарда 1 миллионнан астам бала оқиды, ал оның 60% ата-аналардың өтініші бойынша кезекші сыныптарда санитарлық талаптарды қатаң сақтай отырып, бүгін оқуды бастады. Қоңырау әр сыныпқа жеке 10 минуттан өтті, алайда бұл салтанатты ата-аналар қоршаудың сыртынан тамашалады. Оқушылар қоңырау салтанатынан кейін мектепке кіріп, жаңа оқу жылының алғашқы сабағына қатысты. Қазіргі ахуалға байланысты бір кабинетте 12-15 оқушыдан артық отыруға болмайды. Әлеуметтік арақашықтық қатаң сақталуы тиіс. Сонымен қатар мектептерде әр сабақ сайын дезинфекция жұмыстары жүргізілуі міндетті. Мұндай шешімді санитар дәрігерлер қабылдаған болатын. Жалпы Алматыда 90 мектепте бірінші және екінші сыныптарға арналған 193 кезекші сынып ашылды. Дегенмен мегаполистегі 8 арнайы түзету мектеп-интернаты мен бір орта мектепте бірінші сыныптан 11 сыныпқа дейінгі оқушылар дәстүрлі түрде білім алады. Мұндай шешім мектептердегі бала санының аздығына байланысты қабылданған. Мұнда сабақтың ұзақтығы 40 минут, ал үзіліске әр сынып әр уақытта шығады. Созылмалы аурулары жоқ балалар кезекші сыныпқа оқуға жіберіледі, ал ата-аналар немесе оқушыларға жауапты адамдар балаларды санитарлық құралдармен, яғни маска, антисептик немесе бактерияға қарсы майлықтармен қамтамасыз етіп, әлеуметтік арақашықтықты сақтау туралы түсіндіруі тиіс. Сонымен қатар олар оқушыларды мектепке алып келіп, сабақ аяқталғаннан кейін алып кетуі керек. Жалпы ел бойынша 7 мың мектептің 3 мыңға жуығында бірінші сыныптан 11 сыныпқа дейінгі оқушылар осындай аталған форматта білім алады. Негізі бұл шалғайдағы шағын мектептер, олардың әрқайсысында 180-нен астам бала бар. Айта кетейін, шамамен 2,6 миллион оқушы жаңа оқу жылын қашықтан оқыту форматында бастады. Олар отандық 8 білім платформасының бірін пайдаланады, ал ел бойынша 350 мың мұғалім қашықтан оқыту әдісін меңгеру үшін арнайы курстан өткен. Шерхан, мендегі бар мәлімет әзірге осы. Толында ақпаратқа рахмет, Нұрхан.